Сәлеметсіздер ме? Тыңдарман қауым. Менің арнама қош келдіңіздер. Осы арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Мен баршаңызға бақыт тілеймін. Әмин. Бүгін Серікбол таңертең ерте тұрып қалаға шықты. Ойы 2-3 күн тоқтамай таксилетіп қысқа соғымға қаражат жинап алу еді. Яндекс қосымшасын қосқаны сол жолы болып тапсырыстар толассыз түсе бастады. Түске дейін біраз жұмыс істеп, 1 сағаттай тынығып, шай ішуге жолай бір асханаға кірді. Шайын сораптап отырып, алдағы үстелде отырған 2 қызға көзі түсті. Мынандай арзан қол асханадан тамақтанатын қыздарға ұқсамайды. Таксиде жүрген 4 жыл ішінде адамның көзқарасы, киімі, сөзінен ақ жағдайын шамалай алатын болған. Не де болса, мыналарың бір байбатшаның қыздары. Немесе, жоқ, ондай ойыншы қыздар мынандай талғаммен киіне алмайды. Жылтырдың бәрін үстіне жабыстыра береді. Мыналар кәдімгі шетел көрген, бақуат отбасында дүние келген шөпкет шарлар. Дене бітімі де, сымбаты да күтінген қыздың белгісі, тіпті бетіндегі опа-далапты да қымбатқа жасатқаны көрініп тұр. Екеуі қазақша мен қытайшаны араластырып әңгімені соғып отыр. Бір кезде мұның қарап отырғанын көрген сымбаттырағы бұған тіктеп қарап, сұлу қыздар, көзіңіздің жауын алып, ойға шомып кетіпсіз. Келіңіз, бірге шай ішейік деді. Серікбол ыңғайсызданып, кешірім өтінемін, бір танысыма қатты ұқсайды екенсіз деп құтылды. Сіз де көрікті жігітсіз, келіңіз, жақынырақ танысайық. Серікбол кетуге асықты. Рахмет қыздар. Келесі бір жолы, қазір асығыс едім. Бұл 2 қыз Қарағанданың Мен деген байбатшасы Тұрдықұлдың қыздары еді. Оқудан демалысқа шығып, Алматыдағы үйіне қыдырып демалуға келген беті. Жылда демалысының 2 аптасын Алматыда өткізу әдеттері. Тұрдықұл бәйбішесі ерте қайтып, одан соң 2 үйленіп қайта ажырасып, қысқасы отбасылық жағдайы онша мәз емес еді. 2 қыздың тәрбиесі де тек сынып жетекшісінің мықтылығымен ақсамай тұр. Бірақ Тұрдықұлға Құдай дүниені молынан берген. 2 қызын бетінен қақпай, айтқанын істеп өсірді. Қыздары үйде ерке болғанымен мектепте оқуда алғыр болды. Мұның материалдық жағдайынан хабары бар. Сынып жетекшісі 2 қызды мектепті бітірген соң шетелге оқуға жібер деп кеңес берді. Тұрдықұл онсыз да соны ойлап жүрген. Ары ойлап, бері ойлап, алдымен Қытайға, сосын Еуропаға жіберуге бел буды. Бұл қыздардың сол Қытайдағы оқуын 3-ші жылын бітіріп келіп отырған беті еді. Үлкені Айымжан Серікболды асханаға кірген кезде ақ байқаған. Көзқарасы, жүрісі, салмақтылығы өзін сол асхананың өзінде ақ ұстай білуі бәрі жігіттің мінезінен хабар беріп тұрғандай еді. Тек саусағында жүзігі бар екен. Үйленген болды ғой. Жә, мына сымбат, мына сұлулықпен қай-қайсы үйленген жігітті болса да қалпақтай ұшыратынына сенімді. Қатыны бір көрімдей салпы етек шығар. Әдетте осындай көрікті жігіттердің қатындары бір албасты болады ғой. Серікболдың бұларды менсінбей шығып кеткені Айымжанның шырты етпей ашуын лап еткізді. Мына жаманды қарай көр. Аман болсаң тағы бір келерсің. Шай ішетін уақытыңды біліп алдым деп іштей қыжыртып отыр. Шайларын ішіп асықпай сыртқа шығып таксиге тапсырыс берді. Сонадайда тұрған айнадай таза, сүліктей қара кия келіп алдарына тоқтады. Мына қызықты қара, жаңағы бұларды менсінбей кеткен жігіт рөлде отыр. Қыздарды көріп Серікбол да еріксіз жымиды. Тағдырдан қашқандай, бізден қашып шығып едіңіз, тағдырыңыз сізді бізге өзі айдап келді ғой, жігітім. Иә, солай болып тұр. Негізі баратын жері жақын еді, бірақ Айымжан Яндекс қосымшасын ашып, межелі жерді өзгертіп жіберді. Қорғас кеден аумағына және кері қайту. 5 сағат жол. Ойы жолда мына көрікті жігітті қалайда өзіне қаратып алу. Мұны көріп Серікбол бір түрлі болып қалды. Аяғы тартпай тұр баруға. 200 шақырым ары, 200 бері. Бірақ бағасы қомақты сома шықты. Мұның кешке дейін жүріп табатын 18 мыңы 5 сағатта шығайын деп тұр. Мына қыздың көзімен ішіп жеп бара жатқаны да жақпай тұр. Бас тартса, Яндекс операторына шағым түсіруі мүмкін. Шағым түссе, рейтинг бірден құлдилайды. Рейтинг түсіп кетсе, тапсырыс азайып кетеді. Қу жоқшылық ай.
Жарайды, нар тәуекелдеп барып келуге бел буып, іштей жаратушыға сыйынып көлігін оталдырды. Сіңісі әпкесінің мына тірлігін түсінер емес. Қорғаста не бар? Үйге қайтатын емес пе едік? Бір алып кететін затым бар. Егер барғың келмесе, сені жолдан үйге тастап кетейік. Иә, мен түсіп қалайын. Тынығып біраз ұйықтағым келіп тұр. Сонымен сіңлісін жолдан үйіне соғып түсіріп, екеуі жолға шықты. Атыңыз кім, сұлу жігіт? Жалпы клиенттермен онша сөйлеспеймін. Енді біз бір көрген біліс, екі көрген таныс, екінші көрісуіміз ғой. Атым Серікбол. Атын айтқысы келмеген. Бірақ Яндекс қосымшада бадырайып көрініп тұрады. Мына қу қыз соны көре біле тұра өзіне айтқызып отырғаны шамына тиіп келеді. Ал менің атымды сұрамайсыз ба? Серікбол салон ішіндегі айнадан қызға сұраулы көзбен қарады. Ал айта қойшы атыңды, қоймадың ғой дегендей. Ой, олай болмайды, кәдімгідей сұрасаңызшы. Дым романтик емес екенсіз. Менің романтика жасайтын адамым үйде, бала шағамды тәрбиелеп отыр. Мен үйленген адамын, босқа әуре болма дегенді Серікбол әдемілеп жеткізді. Айымжанның іші әлем тапырық болды. Әуре болма дегенді қалай астарлап жеткізді мына жігіт. Тоқта бәлем, сені қойныма алмай тынбаспын деп ішінен бекінді. Аталарымыз төртеуден алған, сіз де еш болмаса екеуіне шамаңы жететін шығар. Әлде аталарыңыздың қуаты сізге дарымады ма? Серікбол мына қыздың әдейілеп намысына тие, жанды жерінен шұқылап отырғанын түсінді. Оны әйелімнен сұрасаңыз болады, нөмірін берейін деп күле жауап қатты. Әйеліңізден сұрап, оны мазалап жүргеннен көрі, мың рет естігенше, бір рет өзім көз жеткізгенім дұрыс емес пе, қалай ойлайсыз, сері жігіт? Айымжан сүйріктей саусақтарымен наздана мұның иығын сипай өтіп, иегін бір шымшып, кеудесінен қос қолын сырғыта берді. Серікболдың көз алдына келіншегімен қос ұлы келе қалды. Мына сайқалға бізді айырбастамақпысың дегендей, екі ботақаны көздері жәудіреп тұр. Қыздың қолын оң қолының сыртымен ысыра. Жоғары жылдамдықта келе жатырмыз, маған кедергі болмағаныңыз екеуміздің қауіпсіздігіміздің кепілі деп, мына қылығы ұнамай отырғанын білдірді. Айымжан бүгінге осы да жетер, сені ауыздықтармын, бәлем деп үнсіз қолын тартып ала қойды. Яндекске қайта кіріп, жүргізушінің телефон нөмірі жазылған жерін тауып, өзіне сақтап ала қойды. Енді менен құтылмассың, жігітім. Серікбол мына қызбен шыққанына шындап өкіне бастады. Желімдей жабысуы ұнамай отыр. Тысқа қан таксист емес пе, талай уақиғаның куәсі болған. Осылай жабысып, сосын зорлады бүйтті деп ақша бопсалаған жағдайларды көзі көрген. Не де болса сақ отырайын деп үнсіз отыр. Айымжан болса тағы не деп сөйлессем екен деп ойланып отыр. Басқа жігіт болса көлікті бір шетке қойып, баяғыда-ақ мұның қойнында жатар еді. Мынау мықты екен. Тормыз ба? Әлде тектілік пе? Көрінгенмен аунай кетпеу де бір мықты қасиет. Өзіне қарата алса, көнер ме екен? Көндіру қиын емес жалпы. Тілін табу керек. Машинаның ішіне көз тастады. Тап-тұйнақтай. Мойкадан қазір шыққан сияқты. Көлігіңді қанша рет жуасың күніне? Кейде 2 рет. Бірақ көбіне 1 рет жуғаным жеткілікті. Қалай таза ұстайсың? Әр клиенттен соң тоқтап, салонды бір шолып, шүберекпен бір тазалап жіберем. Әр клиенттен соң. Иә, онсыз болмайды. Салон таза болуы шарт. Жалпы өзімде лас машинамен жүре алмаймын. Тап-таза болу керек. Осы кезде Айымжанның басына бір қи-тұрқы ой сап ете түсті. Қытайдан алып келген бір мас дәрісі бар еді. Алдымен бір тал шашын 4 сағатқа салып қойып, сосын сол мазды жігітке жақса, жігіт сенен басқа ұрғашыға қарамай, артыңнан күшікше сүмеңде беріп отырады. Бір жақса сол 5-6 жылға дейін әсері болады. Ол дәріс үйінде заттарының арасында мұқият толы жатыр. Қалай жақсам екен мына дүлейге? Енді бұл шошыңқырап қалды, оңайшылықпен жақындата қоймасы анық. Жаққан күннің өзінде сүртіп тастап жүрсе. Не істеу керек? Осылайша ойға шомып отырып қорғасқа да жетті. Ол жерде ешқандай да тірлігі жоқ. Серікболға қазір келем, осында күте тұр деп бір кафеге бас сұқты. Бір кофе алып терезеден Серікболдың сыртынан аңдып отыр. Серікбол.
3-5 минуттан соң көліктен шықты. Ары-бері жүріп көлігін олай-бұлай қарап керілді. Бойы ұзын, екі иығына екі бала отырғандай. Қолдары қуатты. Айымжан сүйсіне қарап, іштей тұра тұр бәлем. Бәрібір менікі боласың деп кофесін ішіп болып сыртқа шықты. Сосын көлікке отырып кеттік деді. Екеуі үнсіз келе жатыр. Серікбол, қанша балаң бар? Екеу аз ғой. Бұйырса болар. Қатының жас па? Серікбол күлді. Оның сізге қажеті қанша? Жай сұрадым. Өзімнен 6 жас кіші. Ой, жап-жас екен ғой. Екеуі оны әңгіме қылып қалаға жетті. Үйіне жеткізген соң, Айымжан 25 000 теңге ұстатты. Мынауыңыз тым көп. Сома 18 000 еді. Күткенің бар, сосын көлік өте таза екен. Өзің де көлікті баппен айдайды екенсің. Келесі апта тағы келуің керек. Қаласаң апарып кел. Бағасы осы, аз десең тағы қосамын. Көрейік, қол бос болып жатса баруға болады. Жарайды, онда алдын ала хабарын айтамын. Түске дейін тапқаны бар, мына сылқымның бергені бар, осыған шүкір деп үйіне қайтты. Есіктен кіргені сол, өзіне қарай атойлап шауып келе жатқан кенжесін көрді. Аяқ киімін шешіп үлгермей жабыса кетті. Оны көрген тұңғышы да құйындата келіп арқасына жармасты. Келіншегі күле келіп, түсіңдер, әкелерің аяғын шешіп қолын жусын. Қарны ашып шаршап келді. Тамақтансын деп жатыр. Оны тыңдайтын бала қайда, терекке өрмелегендей төбесіне шығып барады. Болмаған соң келіншегі Серікболдың аяқ киімінің бауын өзі шешіп, үйде киетін сүйретпесін алдына қойды. Серікбол екі баласын өңгерген күйі қолын жуып келіп, дастархан басына отырды. Әкесі отырған соң балалары амал жоқ жерге түсті. Келіншегіне қарап, қанша ақша бар? Қысқа ет алып қояйық. Көп емес, аз-маз бар ғой. Серікбол қалтасынан 40 000 шығарып берді. Ендігі апта соғым алайық. Оған дейін тағы беремін ғой. Кешкі асын ішіп болып, екі ұлымен алысып, біраз ойнап, екеуін ұйықтатып, өзі де төсекке құлады. Келіншегі үшеуіне күлімдей көз тастап, күндегідей жаратқанға сыйынып, Құдай, осы күндерімді көп көрме, осы қуанышымды ұзағынан сүйіндіргей деп, ыдыс аяғын жуып, күйеуінің жанына жантайды. 2 күн өтіп, 3-ші күн дегенде Айымжан Серікболға хабарласты. Сәке, өткендегі жаққа барып қайтайық. Бірақ сосын Талдықорғанға барамыз. Ақысын төлеймін. Серікбол іштей, қанша десем екен деп тұрғанда Айымжан өзі бағасын айтты. 60 000 жетеді ме? Бензиніңді бөліп төлеймін. 60 жетеді. Тек таңертең ерте шықпасақ, түнге қалып кетеміз. Түнге қалсақ қонармыз. Әлде келіншегіңнің мәмесін ұстамай ұйықтай алмайсың ба? Айымжан шымши сөйледі. Мәселе ода емес қой. Жарайды, ерте шықсақ ерте шығайық. Таңғы 7-де шығатын болып келісті. Айымжан мазға 2 тал шашын әбден езіп, сосын ол мазды 20 000-дық 2 қағаз ақшаға шетінен білдіртпей жағып қойды. Сосын ол ақшаны майда шүйде бөлек ақшамен бір әмиянға салып, бөлек алып шықты. Таң ата Серікбол оны уәделескен жерден алып, екеуі жолға шықты. Біраз жүрген соң, әлгі әмиянын Серікболға байқатпай алдыңғы орындықтың астына тастай салды. Бұл сері бүгін үйге кеш келіп, көлігін тек таңертең жуады. Сол кезде табады мына әмиянды. Ары қарай белгілі. Өзінің зымиян жоспарына мәз болып, Серікболға қарап сөйлей бастады. Сәке, әңгіме айтсайшы. Не айтам? Білмеймін. Келіншегіңмен қалай таныстың? Серікбол күлді. Ауылда таныстым. Нағашылары бізден 2 үй ары тұрады. Әр келгенде сөйлесіп жүрдік. Сосын 3-ші курсқа өткенде алып қаштым. Оқуын бітірді ме? Иә, бітіріп алды. Мамандығы қандай? Балалар дәрігері ғой. 3 курсын жақсы оқып, практикасы жақсы өткен. Онда жақсы екен. Мен туралы сұрамайсың. Әлде ұнамаймын ба? Менің отбасым, келіншегім бар. Балаларым бар. Қазір олар үйіңде. Мұнда екеуміз ғана. Менімен жақын танысқаның еш зияны жоқ қой. Бар, зияны бар. Қалай сонда? Сізбен жақын таныссам, энергетикалық алмасу болады. Сізді кейде болсын ойлай бастаймын.
көңілім бөлінеді. Балаларыма, келіншегіме деген ықыласым, энергиямнан жырып, сізге де бөлуім керек. Бақытым үйімде. Сырттан уақытша қызық іздеп, отбасымның берекесін ұшырғым келмейді. Қарай көр. Екеуі оны-мұны әңгіме қылып қас қарая қалаға жетті. Айымжанды үйіне жеткізіп, өзі үйге келем дегенше түннің бір уағы болды. Көлігін тұраққа қойып үйіне келді де, кешкі асын қалғып отырып ішіп, төсекке қисая кетті. Таңертең тұрып, көлігін жуайын деп бөліктерін ала беріп Әмиянды көрді. Қашан түскен, кімдікі? Алдыңғы күні көлік жуғанда жоқ еді, демек кешегі қыздікі. Жүрегі таза жігіт, арам ой ойлай қоймады. Ашып көрбеді, оны-мұны чектер, 320 мыңдық, 110 мыңдық, 70 мыңдай ақша. 1-2 банк карточкасы. Кешегі нөмірге Айымжанға хабарласып еді, телефоны өшпеген. WhatsApp-ына хабарлама жазып жіберді. Ол да бармай тұр. Ал Айымжан осылай боларын біліп, Серікболға хабарласқан нөмірді өшіріп қойған еді. Жарайды, өзі хабарласар деп Әмиянды бардачокқа тастай салды. Бірақ Айымжан сол кеткеннен хабарсыз кетті. Әмиян бардачокта 10 күндей жатып қалды. Кейде бір ақшаны алып жұмсайын десе де, қолы бармай, бір нәрсе тартып тұрады. Тіпті ақшаны ұстап та көрген жоқ. Бірақ осы Әмияннан құтылғысы келіп, өзі бір түрлі болып жүрді. Тіпті лақтырып жібергісі де келді. Бірақ хабарласып сұрап қалса не дейді? Көргенім жоқ, одан соң 2 аптадай уақыт өтті десеше. Таксиге мінген бірі болмаса, бірі іліп кетуі де мүмкін ғой. Ақшаны қойшы, жарайды, банк карточкасы қиындау. Қайта жасату уақыт, әбігер. Хабарласып жатса берермін. 1 аптада хабарласпаса, лақтырып жіберем деп түйді. Бұл қырсық деген бір айналдырса, шыр айналдырады ғой. Аяқ асты көлігі бұзылып, қолма-қол ақша табалмай қалды. Қайтпек керек. Әмияндағы ақшаны қолданып, сосын орнына саламын деп шешті. Көлігін жөндетіп, ақшасын төлеп қайта жолға шықты. Ертеңіне басы мең-зең болып, түні бойы ауыр жұмыс дегендей, денесі дел сал болып, төсектен зорға тұрды. Келіншегі мұның түрін көріп қорқып кетті. Ауырып тұрсың ғой. Білмеймін, басым дыңылдап барады. Дәрілерің бар ма еді? Келіншегі қобдишасынан антибиотиктің 2-ін алып берді. Дәрісін ішіп, жуынып, шайынып, таңғы асын ішті. Басы қояр емес. Оны келіншегі де сезіп отыр. Біраз жүріп қайтайын, қоймаса қайтып келермін. Бүгін шықпай ақ қойшы. Ертең шығарсың. Жатып демал. Түске дейін жүрейін. Басылар. Түсте қайтып кел онда. Жақсылап қайнатпа сорпа дайындап қоямын, сен жақсы көретін. Көшеге шыққанымен басы қоймады. Не істеп жүргенін шала түсініп жүр. Әйтеуір клиенттерін апарып, жеткізіп салып жүр. Бір кезде жасы үлкендеу апа отырды. Отыра сала бұған зер сала қарап, балам-ау, ауырып тұрсың ғой. Мына түріңмен қалай көлік айдап жүрсің? Үйге барып демалғаның дұрыс деп қамқорси сөйледі. Өзі де басы мең-зең Серікбол, иә апа, сізді апарамын да қайтамын деді. Мені жау алар деймісің, басқа мәшіне шақырармын. Сен қазір қайт деді. Сол сөздерді Серікбол еміс-еміс естіді. Көлігін бұрып жолға түскені есінде. Қай жаққа бара жатқанын өзі де білмейді. Бір кезде Айымжанның бұған су ішкізіп жатқаны есінде. Мәссаған, бұл қайдан жүр? Мен қайдамын? Телефонын өшіргені есінде. Ары қарай қараңғы. Таңертең Айымжанның қойнында жатқанын көріп шошып кетті. Айымжан сылаңдап душтан шығып келе жатыр екен. Мұның оянғанын көріп күлімсірей жанына құлай кетті. Қайырлы таң жаным. Мен қайдамын? Сен қайдан келдің мұнда? Бұл менің пәтерім. Ал сен менің қонағым болдың түнде. Жанымды шығарып, жанымды кіргіздің. Тағы бірдеңелер кіріп шығып жатты. Мен қалай келдім мұнда? Оны білмеймін. Нендей пәлеге ұрынғанын енді түсінген Серікбол Айымжанды итеріп тастап, киімін шалапыла кие сала есікке ұмтылды. Жүгір, қаш, қаш. Ертең ақ өзің іздеп келесің. Артынан Айымжан сықылықтап күліп қала берді. Серікбол сыртқа шығып көлігін іздеді. Әудем жерге қойған екен. Қалай келді, қашан келді бұл сайқалға? Не үшін келді?
Дым түсінер емес. Көз алдына келіншегімен қос балапаны келді тағы. Не істедім мен? Біраз тұрған соң өз-өзіне келе бастады. Өзін ақтап алғысы келіп, әдейі істемедім ғой, не болғанын өзімде білмеймін. Әдейілік келмедім деп ойлай бастады. Бірақ қалай, не үшін келгені сол күйі жұмбақ. Осы мекен-жайдан Айымжанды алып кеткен еді ғой. Және жеткізіп тастаған. Басы толған жұмбақ бір кезде телефонын іздеді. Қалтасында екен. Өшіп тұр. Қосып еді, келіншегінен 10 шақты қабылданбаған қоңырау, хабарлама келіпті. Бірден звондады. Папасы-ау, амансың ба, барсың ба? Уайымдап біттім ғой. Амансың ба, әйтеуір? Аманмын, бәрі дұрыс. Кешке түсіндірем. Тамақтандың ба, қарның аш емес пе? Кеше ауырып тұр едің, басылды ма ауырғаның? Басылды, кешке айтып беремін бәрін. Жарайды, бірақ кешке үйге қайтшы. Ақшасы құрсын, аштан өлмеспіз. Иә, қайтамын ғой. 2 күннен соң тағы басы ауырып, тағы да есін білмей Айымжанның қойнынан шықты. Бұл жолы үн-түнсіз киініп, ләм-мим демей сыртқа шықты. Болған нәрсенің бәрін басынан бастап есіне түсіре бастады. Бір кезде сап етіп Әмиян есіне түсті. Қалай ойына келмеді? Сол Әмиянға жолағысы келмеп еді. Ақшасын бекер қолдандым деп өкініп қалды. Көлігін жөндеткен ұстаға тіке тартты. Дәке, амансыңдар ма? О, Сәке, кел. Өткенде саған көлігімді жөндетіп едім ғой. Сол кезде 20 мыңдық берген едім. Иә, білем. Маған дәл сол ақша қажет болып тұр еді. Дәл сол купюрлер. Ұста қолының майын сүрте жақындады. Сенен сол ақшаны алған соң үйге апарып қобдишаға салып қойдым. Сол ақша үйде 2 күн тұрды. Сол қобдишаға жақындасам, басым қақсап қоя береді. 2 күн қатарынан солай болды. 3-ші күні қобдишасымен қосып бақшаға апарып көміп тастадым. Ертең өзім хабарласып сұрайын деп отыр едім. Қайдан келген ақша ол? Не пәлесі бар? Қазып алайық. Кейін түсіндірем. Екеуі қобдишаны қазып алып, ішіндегі ақшаны Серікболдың бардачогында жатқан Әмиянға қайта салды. Сосын бірден өзі танитын мықты бір тәуіпке барып, болған жайды басынан аяқ баяндап берді. Тәуіп Әмиянды ары-бері ақтарып, мұнымен қайтара алмаймын. Саған бір нөмір берейін, сол кісіге хабарлас деді. Ол кісіге хабарласып еді, ол шет ауылда тұрады екен. Қазір кел деді. Серікбол бірден сол жаққа тартты. Молда кісі Әмиянды ары-бері салмақтап отырып, мен де оқи алмаймын. Алматының жоғары жағында пәлен деген татар кемпір бар. Бір білсе сол білет деп мұны қайтадан қалаға қуды. Жазған құлда шаршау бар ма, қайтадан қалаға келді. Татар кемпір үйінде екен. Бұған тесіле қарап, бірден «Ты собака, почему чужой деньги берешь» деп дүрсе қоя берді. Вот видишь, какие последствия теперь. Серікбол қипалақтап не айтарын білмей тұр. Ақшаны алғаны рас қой. Кінә өзінен. Кемпірге Әмиянды ұстатты. Кемпір Әмиянды күлге аунатып алып, үстінен су құйды. Одан қалса, қорадан малдың жас тезегін әкеліп, оған былықтырды. Сосын отыра қалып күбірлеп бір нәрсе оқи бастады. Сейчас и плохо будет. 3 күн оқимын. Осы 3 күнде она или умрет, или с ума сойдет деді. Серікболдың көзі атыздай болды. Да-да, это черная магия такая, нефиг было чужой муж отпевать. Сушка такая, деп татар апа боқтанып жүр. Сен енді үйге қайт. Ертең никуда не выходи. Кешке как солнце сядет приходи. Но машинамен емес, жаяу кел. Автобуспен кел. Ертеңіне Серікбол ұйықтап жатқанда жаны шырқырап Айымжан хабарласты. Әмияным қайда? Сенің көлігіңде Әмияным қалған, тауып бер. Серікбол жолатпады. Хабарым жоқ. Біреу алып кеткен шығар. Әмияныңа ие болмайсың ба? Көрмедім, білмедім. Егер таппасаң қатыныңа екеуміздің жатқан фотоларды көрсетем. Көрсете бер. Телефонды қойған соң, Серікбол келіншегін жанына шақырып алып, болған нәрсені бастан аяқ айтып берді. Тіпті Айымжан мен 2 түн болғанын да жасырмай айтты.
Бірақ біле тұра емес, дуа жасалғанын, қазір бір татар кемпір оқып қайтарып жатқанын да айтты. Келіншегі ойланып отырып қалды. Серікбол екеуі үйленер кезде болған бір оқиға есіне түсті. Серікбол мұны бір туған күнге шақырған. Сол жерде ішіп жеп, билеп, ойнап күліп көңіл көтеріп жатқанда, бір қыздың Серікболды айналшықтап жүргенін көріп, іші тыз ете қалған. Бірақ Серікбол ол қызға мән бермей, мұны қасында алып жүрген. Сол қыз қанша тырысса да, сол кезде Серікбол бұған деген адалдығын сақтай білген. Тіпті араға талай от салғысы келіп, өсек жайып жүрсе де, онысынан түк шықпаған. Осыны ойлап отырып, күйеуінің шынын айтып отырғанын түсінді. Әрине, саған сенем сәкем, ғазиз басың аман болсын. Бар пәле сонымен кетсін. Ер жігіттің басына нелер келіп, нелер кетпес. Серікбол келіншегін құшақтап, рахмет алтыным, сенен басқа, екі ботақанымнан басқа бақыт маған керек емес деп бауырына басты. Ертесіне татар кемпірге тағы барды. Татар кемпір оқ бастағаннан Айымжан бұған қоңыраулата бастады. Татар кемпір мұның телефонын алып жерге бір қойып сындырды. Другой купиш. Жарайды деп ойлады Серікбол. Үшінші күн дегенде басы ауырғаны басылып, реңі дұрыстала бастады. Бірақ Айымжан есінен кетіп, қайта-қайта талып, ауруханадан, реанимациядан бірақ шықты. Әкесі зыр жүгіріп, мен деген профессорларды әкелсе де, олар бастарын қасып, диагноз қоя алмады. Тек бір ғана 80-ді алқымдаған кәрі поляк дәрігер, медицина бессильна. Ищите человека, который отчитает. Тут что-то нечистое есть, деді. Сонымен татар кемпір Серікболды қатарынан 3 күн оқыды. Сол 3 күннің ішінде өзі де әлсіреп тұралап қалды. Арасында канчик шундый, сиңа шулай керекті, сиңа аз, башка ирлеріне қинап алырға керек деп боқтанып жүріп, түшкіріп, пысқырып жүріп, әйтеуір 4-ші күні Серікболды жанына отырғызып қойып. Енді ол қыз мықты болса аман қалады. Мынау жасаған дуасы тым ауыр нәрсе, мен өзіне қайтарма оқыдым. Қайтарма оқығанда өзіне оңбай тиеді. Ал сен енді ешкімнің ала жібін аттаушы болма, аштан өліп бара жатсаң да. Қандай бәлеге тап болдың? Маған келмегенде сен ауру болар едің. Қайтарма оқитын адамдар аз қазір деп біраз ақылын айтып шығарып салды. Серікбол, жанымның, отбасымның садақасы деп 30 мың ұстатты. Ал Айымжан? Айымжанды әкесі көрсетпеген дәрігері тәуібі қалмады. Сонымен Құдай айдап, бұлар да әлгі татар кемпірдің алдына келеді. Өзі оқыған қайтарманы жазбай таныған кемпір ат-тонын ала қашты. Оқымаймын, маған ауыр тиеді, сенің әрпінге асылып, дуамен жігіт қаратып жүрген қызыңды емдеймін деп, өлетін жайым жоқ деп, тоқымын бауырына алып тулады. Айымжанның әкесі өлердегі сөзін айтып жалынып, жылап отырып алған соң, кемпір бұларды Саха еліндегі бір бақсыға жіберді. Жазған құлда шаршау бар ма, сол жатқан қызын өңгеріп, Жақұтстанға келді. 2 апта іздеп жүріп, әлгі бақсыны тапты. Ол құрымағыр, бір ауыз сөз орысша сөйлемейді, мінезі қиқар, шатыр-шұтыр. Оған тілмаш тауып, түсіндіріп, ол 10 күн оқитын болып келісті. 2-ші күні Айымжанның әкесін шақырып алып, бұлай деді. Қызыңа қайтарма оқылған. Бірақ кінә қыздың өзінен. Бір ер кісіні дуаламақ болған. Дуасы қатты өтпей, ол кісі бір бақсыға оқытылып қайтарма жасатқан. Енді мен ары қарай оқысам, дуаның күші я қызыңды жалмап тынады, я мені жалмайды. Бұның бір амалы бар. Жақсы бір әрі мал аласың. Мұнда тек бұғы. Жақсы бұғы қымбат тұрады. Соған аударма оқимыз. Қалай болады, қашан бітеді, мен білмеймін. Бұғы тұра алмай қалған күні аударма бітті деген сөз. Бұғы күш алып тұрып кетсе, қыз өледі. Бұғы тұра алмаса, қыз аман қалады. Бірақ толықтай сауығып кетеді деп айта алмаймын. Осы жерден 10 шақырымда бұғы асырайтын жігіттер бар. Солардан жақсы бұғы сатып алып кел. Әкесі қызының жаны үшін шырқырап бұғы іздеп кетті. Айымжан сұлқ жатыр, өлі тірісі белгісіз. 3 күн дегенде әкесі нәм бұғыны жетекке алып жетті. Ал енді оқимын. Сен өз құдайыңа білгеніңше сыйына бер. Күн артынан күн, түн артынан түн өтуде. Әкесі мойнына тәспісін салып, күн демей, түн демей, дәретін алып, құбылаға қарап, білгенінше намазын оқып, жалбарынуда. Құдайым, перзентімді аман алып қала көр.
Құдайым, осы перзентімнің жолына 50 жылқы атадым. Аман шықса 50 жылқы сойып, жетім жесірге садаға таратамын. 9-шы күн дегенде бұғы таңертең өкіре құлады. Әкесі, уа жаратқан, тілеуімді бере көр деп көзінен жасы сорғалап, тілеуін тілеп отыр. Бірақ бұғы түс қайта тұруға талпынып ұмтыла бастады. Әке қайтадан жалбарында. Аталатсаң аталат, уа Құдайым, боталатпа мені. Шыбын жаным садақа, қызым аман қалсын Құдайым. Деп ышқынуы мұң екен, 4 аяғына тік тұрып үлгірген бұғы өкіре келіп мұны мейізбен бір соғып құлатты. Әке төсекке таңылды. Бұғы 13-ші күні жібін үзіп үйіріне қашып барып қосылды. Сол күні қыз оңалып көзін ашты. 2 сағаттан соң шыбын жанын садақа қылып әке мәңгіге көзін жұмды. Эпилог. Серікбол отбасын алып Петропавл қаласына көшіп кетті. Әке қазасы жанына батқан Айымжан шалқпа ауруға ұшырады. Көктем сайын Серікболды іздеп қаланы адақтап кетеді. Кіші қыз қанша қаратса да жөнделмеді.